Сәлем қадірлі көрермен, сізбен тілдеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жәпішева. Біразыңыз 16 желтоқсан күнгі Алматыда өткен митинг туралы шығарылым жасауды сұрағансыздар. Бірақ журналистика стандарттарына сай болу үшін өзім қатысқан митингілер туралы пікір айту қате болады. Себебі объективтілік қағидасы бұзылады. Бір ғана айтатын нәрсем, Жаңаөзен қылмыскерлері бір күні жазасын алады. Бүгінгі шығарылымның тақырыбына көшсек, аяқ астынан осы аптада біраз жақсы жаңалықта болды. Бізге қамқорлық жасауды сылтауратып, тағы да орнатқызбақ болған қауіпсіздік сертификаты идеясы тағы да сәтсіздікке ұшыраған сияқты. 3 апта бұрын Қазақстан билігі сынақтан сәтті өтті деп Астана халқын әлеуметтік желілерге кіргіздірмеген қауіпсіздік сертификаты тағы да әлемдік баспасөздің басты жаңалығына айналды. Оның себебі Apple, Google, Microsoft және Mozilla Қазақстан билігі орнатуды талап еткен қауіпсіздік сертификатын бұғаттау үшін біріккен екен. Біздің билік енгізем деген сертификат шынында адамның қай сайттарға кіретін аңдып, тіпті оның жазған хабарламаларын да өзгерте алады екен. Бірақ ірі компаниялар Қазақстан азаматтарының жағына тұрып, оған жол бермеді. Одан басқа Тоқаевтың маңызды заңға қол қойған туралы жаңалық шықты. Енді қазақстандық шенеуніктердің шетелдік банктерде есеп шоттары болуына тыйым салынады екен. Бір жағынан дұрыс заң сияқты. Бірақ егжей-тегжейіне үңілсек, жемқорлықты тоқтатпаудың жаңа әдісі. Алдымен сертификат туралы айтсақ. Apple, Google, Microsoft және Mozilla бірігіп, қазақстандық шенеуніктер орнатуға итермелейтін қауіпсіздік сертификатына тосқауыл қойды, деп хабарлайды TechSpot. Барлық ірі браузерлер қолданушылардың интернет трафигін бақылау үшін пайдаланылатын түбіртек сертификатын бұғаттауға бірігіп отыр. Сертификатты Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтанда тұратын азаматтар орнатуы керек болатын еді. Егер сертификат олардың құрылғыларына орнатылмаған болса, олар Google, Twitter, Instagram және Netflix сияқты шетелдік веб-сайттарға кіре алмады, делінген хабарламада. Онда сертификатты орнатудың киберқауіпсіздікке еш қатысы жоқ екендігі атап өтілді. Қазақстан үкіметінің түсіндірмесінде ешқандай техникалық мағынасы болған жоқ. Өйткені сертификаттар жаппай кибер шабуылдардың алдын алмайды және әдетте трафикті шифрлау үшін және сыртқы бақылаушылардан қорғану үшін қолданылады делінген онда. Барлық ірі браузерлер пайдаланушы деректерін қорғау үшін сертификатты бұғаттаған деп хабарлайды. 4 ірі браузер өндірушілер Apple, Google, Microsoft және Mozilla бағдарламалық жасақтамада сертификатты бұғаттады. Демек, тыйым салынғаннан кейін тіпті Нұр-Сұлтандағы қолданушылар өз құрылғыларына сертификат орнатса да, браузерлер оларды пайдаланудан бас тартады. Демек, пайдаланушы деректері қауіпсіз болып қалады және Қазақстан билігінің қолына түспейді, дейді басылым. Осылай сертификатты енгізу идеясы екінші рет сәтсіздікке ұшырады. Ол өткен жылы алғашқы сынақ басталғаннан кейін де бұғатталған болатын. Бүкіл әлем алдында осылай күлкі болдық. Қазақстанды Солтүстік Кореямен де салыстыра бастаған сарапшылар бар. Цифрлық қауіпсіздік саласындағы сарапшылар сертификат билік айтқандай хакерлерден, онлайн шабуылдардан қорғамайтындығын айтты. Оның орнына оларға сіздің деректеріңізді оқып, трафигіңізді бақылап, тұтынатын онлайн ақпаратыңызды өзгертуге де мүмкіндік береді екен. Бұл КНБ мен цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің халыққа жақында ғана айтқан сөздеріне қарама-қайшы келеді. Олар сертификат қойыңдар қауіпсіздік үшін жасалған деп көпірткені бәріміздің есімізде. Қоймасаңыздар, онда интернет қолдана алмайсыздар деген де болған. Ал енді керісінше сертификат қойғандар YouTube, Instagram, Facebook және Google-ға кіре алмайды екен. Министрліктегілер оның барлығы НАТО-ның қастандығы дегенді де сылтау қылған болатын. Бірақ іс жүзінде бұл тек өз халқын аңдудың жолы. Сертификатпен болашағын көрген біздің билік үшін бірақ жол бар. Бүкіл әлемнен бізді кесіп тастап, шын мәнінде Солтүстік Кореяға немесе Түркменстанға айналдыру. Ол да әбден болуы мүмкін. Ақпараттық кеңістікті толығымен бақылау өткен ғасырда Кеңес одағында болғанындай кезілген авторитарлық режимнің көк арманы. Бұл бағытта белгілі бір қадамдар жасалып жатқандығы да жасырын емес. Мемлекет жаңа олжа тікелей немесе квази-мемлекеттік компаниялар арқылы отандық бейне хостинг сайттарына, мессенджерлерге, браузерлерге және басқа YouTube алмастырғыштарына инвестицияланады.
Барлық сайттардың серверлерін Қазақстанға аударуда қарастырылған. Бір қызығы, елдегі сыбайлас жемқорлық осы жерде халық үшін тиімді қызмет етуде. Ұрылар ұрлап бөлінген ақша жеріне жетпей жатқанда, елдегі интернет әлемінен кесілмейтіні және ішкі мемлекеттік сайттар дамымайтыны анық. Сондықтан сертификатты қойған болсаңыздар, онда қазір өшірудің нағыз кезі. Оның орнына VPN қойғаныңыз абзал. Алдағы парламент сайлауы 10-11 қаңтарда елде интернеттің бұғатталуы әбден мүмкін. Жемқорлық демекші, жақында Қасым-Жомарт Тоқаев парақорлар мен жемқорларға қарсы бірнеше заңнамаға қол қойған еді. Соған көз жүгіртейік. Біріншісі, сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін сотталған шенеуніктер шартты түрде мерзімінен бұрын босатыла алмайтындығы туралы. Бұл біз үшін жиі болып тұратын құбылыс. Мысалға, Назарбаевтың сүйікті бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бішімбаев 2018 жыл наурызда 10 жылға бас бостандығынан айырылып, 1,5 жылдан кейін-ақ босатылды. Мұндай мысалдар өте көп. Сондықтан жақсы шешім сияқты. Бірақ әрине бізде әділ заң болушы еді. Бір толықтыруы бар. Заңда келесі топтың шенеуніктері мерзімінен бұрын шыға алады делінген. Олар жүкті әйелдер, жас балалары бар әйелдер, жас балаларды жалғыз тәрбиелейтін ер адамдар, 58 жастан асқан әйелдер мен 63 жастан асқан ер адамдар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер. Алдымен біздің шенеуніктердің басым бөлігі 63-тен асып кеткен. Екіншіден, соттала салысымен жемқор шенеуніктер жалғыз басты әкелер мен бірінші немесе екінші топтағы мүгедектер болып шыға келмейтініне кім кепіл? Тоқаев қол қойған тағы бір заң мемлекеттік қызметкерлердің, парламент мүшелерінің және судьялардың бұдан былай шетелдік банктерде есеп шоттары бола алмайды. Жақсы бастама, бірақ олардың отбасы мүшелеріне, оның ішінде әйелдері мен бала шағасына мұндай заң жүрмейді. Біздің елде барлық ұрланған байлық жанұя мүшелерінің атына жазылатындығы бәрімізге аян. Соны біле тұра Тоқаев та шенеуніктер жанұяларын еш шектемеген сияқты. Әрине, бұл декоративті заң. Таза түрде сыбайлас жемқорлықпен күрестің имитациясы ғана. Бұл туралы мені жыл бойы мазалайтын тағы бір сұрақ бар. Естеріңізде болса, былтыр тағы бір жанжал болған. Қазақстандықтар осы жылдан бастап кірістері мен мүліктері туралы декларация жариялауға міндеттелген болатын. Халық ашу болды. Неліктен шенеуніктер өздерінен бастамайды деген сұрақтар қойылған болатын. Олар жарайды, өзімізден бастайық. Тіпті декларацияны көпшілікке жариялайық деді. 2020 жылдан бастап жалпыға бірдей декларациялау шеңберінде кейбір мемлекеттік қызметшілер, депутаттар мен судьялар кірістер туралы декларацияларды ашық ақпарат көздеріне жариялайды деп қаржы вице-министрі Руслан Еңсебаев хабарлаған болатын. 2020 жылдан бастап жұмыс берушілердің веб-сайттарында және басқа да әртүрлі ашық ақпарат көздерінде жариялау жоспарланып отыр. Мемлекеттік қызметкерлер, депутаттар жаңа 750 форманы толтырып, оны көпшілікке жария етеді. Міне 2020 жыл аяқталуға сәл-ақ қалды. Неліктен мысалы Бауыржан Байбек немесе Бақытжан Сағынтаевқа тиесілі байлық туралы ақпаратты әлде ашық жарияламаған. Ол туралы ақпаратты еш жерден таппайсың. Енді осыны уәде еткен Руслан Еңсебаевтың өзінен сұрайық дегенбіз. Бірақ одан сұрау мүмкін емес. Себебі жемқорлықпен күресіп жүрген вице-министр өзі де ұрлық үстінен ұсталған екен. Ирония деп осыны айт. Бұл 30 қазан еді. Содан бері 2 ай өтті. Басқа жаңалық болмады. Яғни егер Еңсебаевтың ұсталған туралы жаңалық жалған болса, ол бұқаралық ақпарат құралдарында пайда болып, бәрін жоққа шығарар еді. Бірақ олай болмады. Осы жағдайдың драмасына тағы баға беріңіз. Қаржы министрлігінде сыбайлас жемқорлықпен күресу мәселесімен айналысып, ол шенеуніктердің декларациясын жариялау бойынша спикер болды. Енді өзі сыбайлас жемқорлық үшін ұсталыпты. Бұл шын мәнінде Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықпен күрестің қалай өтіп жатқандығын көрсететін нәрсе. Декоративті заңдар, бос уәделер және тіпті сыбайлас жемқорлықпен күресіп жатқандардың өздерінің ұрлықта ұсталып отырғызылуы. Бүгінге 2 жаңалық осындай. Қазақстан билігі интернетті де, жемқорлықты де жеңе алмады. Әдеттегідей каналдың дамуы мен видеолардың шығуын қолдаймын деушілер осы видеоның сипаттамасында немесе мына жерде көрсетілген Каспи шотқа қандайда сома аудара аласыздар. Видеолардың әрғарай шығуына әр тиын үлкен көмек. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.